Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli ko'rganlar. Mening ismim Erkebon bo'ladi. Mening kanalimga xush keldingizlar. Bu kanal buqa bordaqlov және fermaдағы күнделікті тіршілікті түсіретін боламын. Қазір түсіріп тұрған видео осының алдында шортстар түсірдім. Көрген көрермендер олар. Енді толық видео түсіре кетейін. Алда тұрған подсос бұзаулар. Бұларды қойғанымызға 1 ай және 15 күн болды. Желтоқсан айының 10 күнін қойдық. 2 ай болған жоқ әлі. Онда жастары шамамен 8-1 жыл аралығындағы бұзаулар, подсос. Өзіміздің сыйлардың бұзаулар. Ешқайсысын сатып алған жоқпын. Шамамен бұлар шешелерінен айырдық, аналарынан айырғаннан кейін бірден қойдық. Шамамен қойған кездегі салмақтары 200 бен 280 килограмм арасында салмақ, тірі салмақтар болды деп ойлаймын. Бірақ өлшегеніміз жоқ, бірақ шамамен жылдағы тапсырып жүрген тәжірибеме байланысты сондай салмақ берді деп ойлаймын. Қазір енді бұлар толықтай аткорында бордақыда тұр. Біздер жылдағыда аткорын площадкаға тапсыратын едік бұл бұқаларды, подсос бұзауларды. Биыл енді өзіміздің осындай кішігірім аула салып, бордақ алаңын салып, өзіміз қойып көрейік деп биыл сондай тәжірибе жүзінде қанша салмақ береді, 4-5 ай ұстап көретін бір ойымыз бар. Қазір енді қанша жем береміз, қандай жем береміз, күнделікті қанша жеп тұр, соны түсіре кетейін. Мінекей достар, мынау 10 литрлік шелектер. Бір шелектің шамамен 9 килограмм. Мына шелекте 10 килограмм. Осындай қазіргі сәтте осындай 4 шелек салып тұрық. Қазір мұнда тұрған бас 23 басқа осындай шамамен 36 килограмм, 38 килограмм жем жеп тұр. Мынау бізде тартылған арпа 20% ішінде бидайымен. Осындай жем салып отыр қазір. Мұндай дробилка алдық. Құрамы енді білмеймін қанша сетка іскенін. Где-то 3-түк сетка сияқты, 3 миллиметрлік. Осындай салып отырып, осы арасында енді қасында үлкен дәндерде қалып қояды енді. Бірақ осының беріп отырық. Бұдан кіші қылсам, он болып кетеді уже. Сосын мына дробилкаға кішкене күш көбірек түсіп кетеді. Сондықтан осы 3-түкті салып дробить етіп өткен жағдайымыз бар. Сол, қазіргі сәтте осындай 4 шелегін салып отырық. Таңертең 4 шелек, кешке 4 шелек. Сонда 38. Шамамен бір бұқа бір күнде қазіргі 2,5-3 килограмм жеп тұр. 2,5 где-то 2,8 сондай жеп тұр. Тағы да айта кететін. Құдықты көрсетіп жіберейін. Мына жерде бізде құдық, ішінде насоспен тұр.
малды суарғанда осымен суарамыз. Міне былай мынаймен шлангы кетіп жатыр. Бер жақта астауға құйылады. Кеше көп құйып қатыр болдық. Мына астауын үшін қазір тазалау керек болсын. Ордақыдағы ең маңызды нәрселердің осы су беру процесі. Су таза болу керек, жылы болу керек. Енді біздер оны қазір жылытатын құрылғымыз жоқ. Бірақ құдықтың суы жылы деп ойлаймын. Міне қазір кешкі жемдерін күтіп тұр бұқалар. Ана жерде біздер дұз жатыр. Қара дұз осыны жалайды. Сол достар, күнделікті осы жұмыс. Бұдан басқа бізде енді өзіміздің фермадағы сиырлар бар, баспақтар бар. Егер де қызық болса, келесі видеода соларды түсіре кетейін. Комментарийға жазып кетіңіз. Видео қызық болса, салып отырайын. Бұл видеоны неге түсіріп жатырмын? Күнделікті осы тәжірибемен бөлісіп, бұқа бордақла бастағысы келіп жатқан адамдарға кішкене өзімнің тәжірибемен бөліскім келіп отыр. Бұл да мен негізгі осылай бос бордақлау, яғни бос бордақлау биылғы 1-ші жылдық тәжірибем. Оған дейін бізде қорада тұрды мал. Бос бордақлау кішкене адам қолын жеңілдетеді, жұмысын жеңілдетеді. Былай айтқанда, орысша айтқанда, ленивый откорм дей ме, қалай айтады? Сондай. Сол достар, тыңдағаныңызға, көргендеріңізге рахмет. Комментарий жазып, лайк басып, каналда қолдап отырыңыздар. Осылай видео салып тұратын ойым бар, тәжірибемен бөлісіп. Келесіде енді қандай видео түсірейін, комментарийға жазып кетіңіз. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызға жауап берейін. Бәріңізге рахмет, каналға тіркеліңіз.